бала босанып, хотя бір жылға дейін тағып жүрем деп өз-өзіме естіп жатырмын да. Енді өзімнің ақылдылығыммен деп қойыншы, потому что араға малғын араласпасын деген сияқты, енді орамалмен жүрген жақсы ғой. Как-никак жаңа келінсің деген сияқты. Бірақ Алматыда ма, әлде қалай біздің отбасымызда ма сәлем салу деген прям не жоқ. Обязательно сәлем салу керексің деген дат жоқ. Мен кәдімгі ауызбен амандасам, бірақ иіліп сәлем етпейді екенмін. Бізде ондай жоқ екен. Сонысына қатты қуандым деймін ба? Ата ондай уайымдап жүресің таңертең ұйқыдан тұрғанда. Бетіме қашан қарайды, бетіме қашан қарайды деп сәлем етуге дайын етіп тұрасың деген сияқты. Енді осы қайыққа түстім, сол жақтың салт дәстүрімен жүрем ғой енді. Мысалы біздің Маңғыстауда сәлем етесің. Даже сәлем еткен кезде де дұрыс сәлеміңізді алмай жатады ғой, бір кейде бір. Жаман да сондай кездері. Сондықтан осяқтың затына көнеміз, қандай болса солай жасауға тырысамыз. Но сәлем салмайды екенмін. Тек ауызбен амандасып солай. Жоқ, енді сәлем салатындар да бар шығар. Алматыда енді бәрін сәлем салмайды демей қойын. Мен өзім ағайындарым тоже Алматыда тұрады, олар сәлем салып жатады. Бірақ екі жақтың сәлем салуы әртүрлі да. Маңғыстаудың сәлем салуы басқаша, Алматының сәлем салуы басқаша деген сияқты да. Сол, жалпы біздің үйдің ондай прям несі жоқ. Сәлем салу деген. Негізі ерте тұру дегенде не жоқ. Айтқан жоқ маған ешкім, ерте тұрасың, атаң сондай тұрады деп та. Просто мен өзім сұрадым жолдасымнан, ата нешеде тұрады, үйдегілер нешеде тұрады деп. Ата жалпы ерте тұрып алады екен, таңғы 5-те, 6-да. Сосын енді біз мұнда енді мұнда тұрмаймыз, біз ертең қалада тұрамыз, квартира алып. Оған дейін атаға шай берейінші, қызметімді жасайыншы деп ерте тұрып жатқан жайым бар. Біздің жүктеріміз барлығы міне тұр. Міне мына жақта біздің жүктеріміз тұр. Бұйырса бүгін үй қарау керек. Кешеден бері үй қарап жатырмыз Алматыда. Сол 3 бөлме, 2 бөлмелі үй қарап. Бұйырса сол жаққа не істейміз. Балалардың мектебі бар. Әлі мектептерін дайындаған жоқпын. Потому что бізде оған уақыт болмады мектепке. Үй қараймыз, үй сол жақтан мектепке орналастырамыз деген ой болып жүрді. Сол енді бұйырса бүгін үй қарау керек. Ертеңгі күні бөлек шығып кеткен кезде түсінбей қалмаңыз деп айтып жатқаным ғой. Біз бәрібір бөлек кетеміз. Сол. Мен негізі андай адаммын ғой. Сыйлағанның құлы болып кететін адаммын да. Мені сыйласа, мен 2 есе ол адамға жақсылық сыйлаймын, жақсылық беремін да. Ал егер менімен қырсығып, менімен тағы бірдеңе істейтін болса, мысалы, мен ол адаммен тіпті сөйлеспейді кетемін. Какой привет, такой ответ дейді ғой, мен өзім сондай адаммын. Мысалы, менің көңілімнен бір зат қаяу түссе, бір көңіліме тисе да, мен ол адамды жақтыртпай, даже сөйлеспей кететін әдетім бар. Вот. Газге мән бермеңіздер, мана шайникті қайнатып алдым. Подлив и күріш, ақ күріш. Ақ күрішті осылай жасаған жақсы көремін мен. Күрішті ол шығады. Жуаны қуырып аласыңдар, майға өлтіріп. Сосын күрішті салып, су құясыңдар, тұз саласыңдар. И аузын жауып, қайнатып алып жай қоясыңдар да. И бетіне мынандай пакетті кигізіп қоясыңдар ғой. Кәдімгі плов істегендей қылып күшті ол піседі пловтарында. Күріштің, ақ күріштің өзінің дәмі күшті ол шығады ғой, сөйтіп істесеңдер. Енді өзіміздің үйренген нелерімізді істеп жатырық енді. Енді түскен жеріңе емес, өзіңнің білетінін істейсің ғой. Пакетті қызық көріп жатыр да жаңа осы сияқтағылар. Пакетке қарап, бүйтіп білсеп қалды қайын сіңлілерім. Білгенім істеп жатырмын мен, короче. Болды енді, мына пісті уже сөйлеп тастадым. Подлив қалды, енді подливіміз піссе. Sizin zamanı tazik diyor. Şu an
пысық болып отырсың ба? Жанны. Өзімнің шекені. Осындай керек пе әлі? Маған да осындай керек. Мама, ойын керек маған. Жоқ, сен жуа сал, мен саған потом чайыңа нан беремін. Обязательно жаясың ғой. Қатып болып ауырған. Сен ана құлады ма? Иә, бір кеске алып кетті. Аяқ дұрыстап жүрсе. Бір бет сықылап жүрсе мен. Ей, қолмен былайша бар. Жуасың ба? Жуа. Жай сүрте салма былай. Сақпан арасын болып дейін. 오늘 나는 다음으로 비스 들어가고 다음으로 비스 들어가다 제의를 그랬더니 스라서 탁 예? 그럼 비스 들은 거야? 지금 айтасың ба? Мен аны оқып жатқан шығар деп мен де оқып отырмын. 저 Иә. атаға чай беріп Ата ерте тұрады екен бұл үйде. Сосын кеше 5-те тұрады дегесін. Таңғы 5-те тұрдым. менен сұрайды қандай не істеу керек қаншада тұрады ата деп маған ешкім айтпады деп Үйдің тәртіптерін айтып деп жатырмын да, енді болады ғой. Мынандай-мынандайда тұрады, мынандайда тамақ ішеміз деген сияқты. Солай. Таңертең бала салқын екен. ұнап жатыр ма ауыл Күшті. бесте тұрған қалай Дәріске келді. Ерте тұрған екен. Бүйтіп тұра салған. сол үшін ерте ұйықтау керек Иә. Үйренемін. еще бағана айтады өзі қосылып көреді постоянно не отыр қосылып Таң атпай 6-да. еще айтып қойған атаға чай беріп ұйықтай берсем бола ма деп Өтірік айтпашы. Ұйықтамаймын, кәмелет түсіп тұрамыз, кір жуамыз деп тұрады. Өтірік көрінбей-ақ қойын. Ұйқым келсе ұйықтап аламын. Ода тұра ештеңе жоқ. қазір не Самый пысық главный бұрап шайын бердім. малина терем дейді пысықтығын етіп жатыр сол мен де ойлап қоямын бірақ спичка сындыру керек қой деп аузын ашып ұйықтайтын қыз ғой негізі Қосылайықтан үйренген ғой. не болды қосайық Yes.